Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Әсем. Бүгін сұлы печеньесін дайындаймыз. Осы рецептпен дайындалған сұлы печеньесі өте нәзік, күліп тұрады. Видеоның соңына дейін міндетті түрде көріңіз. Печеньемізға керекті заттар: ұн, сұлы жармасы, сары май, кишмиш және грек жаңғағы, жұмыртқа, ванилин, разрыхитель қажет. Ыдысымызға жұмыртқамызды жарып саламыз. Оның үстіне қантымызды саламыз. Қант пен жұмыртқамызды жақсылап ағарғанша араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды саламыз. Сары майымызды да жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін сұлы жармасын саламыз. Сұлы жармасын езіп, үгітіп араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне грек жаңғағын саламыз. Және мейізімізді саламыз. Мейізімізді алдын ала суға салып қоюымыз керек. Осылай барлығын жақсылап араластырдық. Енді үстіне ванилинімізді саламыз. Ванилинді араластырдық. Енді ұнымызды саламыз. Ұнымыздың үстіне қамыр қопсытқышымызды саламыз. Осылай қамырымызды жақсылап араластырып алдық. Қамырымыз жұмсақ та емес, қатты да емес, осындай бір келкі болып шықты. Енді пергамент қағазы төселген ыдысымызға кішкентай бөліктерден печеньеларды салып жасап шығамыз. Печеньеларымызды барлығын осылай жасап шықтық. 180 градуста 15-20 минут пісіреміз. Печеньеларымыз пісіп дайын болды. Осы рецептпен сұлы печеньесі өте дәмді болып шығады. Қамыры өте нәзік, үгіліп тұрады. Отбасымызбен жақсы көретін печеньеларымыздың бірі. Балалар да өте сүйіп жейді. Осындай печенье жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Сіздермен болған Әсем. Менің каналыма лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер өте қуаныштымын. Келесі кездескенше күн жақсы.